Это видео выходит при поддержке титульного партнера чемпионата, кубка, суперкубка и сборной Казахстана компании Олимбет. Спасибо, Олимбет, что поддерживаете футзал Казахстан и футзал в Казахстане. Көріп отырмыз. Кай Оливейраға қарсы ереже бұзылды. Фалькао. Өте жақсы пас. Осы жерден қақпаға соққан, міне гол! Есеп ашылды, 1-0. Ордабасы командасы ақыр гол соқты. Лукас Розенский де алаңға шыққан болатын. Қазір шабуылға оның да септігі тиді әрине. Тамаша соғылған гол. Гол авторы Кай Оливейра. Фалькао бастады, ортада Розенский соққы жасап отыр. Гусейнли қайтарды. Ал қақпашыдан кейін серпілген допты Кай Оливейра. Енді отандасымыз Азат Валиулин. Аят футболшысы 21 гол соқты осы маусымда. Тағы да бір соққы. Қақпа бос. Міне гол. Бауыржан Өмірбаев. Бауыржан Өмірбаев екінші гол соғып отыр. Қорғаушылардың әрине кінәсі бұл жерде. Соққы жасатып қоюда Равшан Гусейнли не істей алады жалғыз өзі. Ордабасы 2-0 есебімен алға шықты. Бауыржан Өмірбаевты құттықтауда қазір. Оң қапталдан басталған шабуыл, міне қарбалас сәт Бердалин мен қақпаш екеуде. Допқа жақын тұрды негізі. Допты сондықтан дұрыс істеген сияқты негізі. Қақпаға соққы, ақыры гол соқты міне. Астана командасы есеп айырмасын қысқартты. Ордабасы футболшылары сәл де болса босаңсып қалған сияқты бұл жерде. Қалай қазір, Кошкиннің голы. Алыс бұрышта жалғыз өзі тұр. Бірде-бір қорғаушы жоқ қасында, қараңыздар. Ешкім жоқ. Қабылбаев пен Байзақов екеуі жанталаса жүгіргенмен үлгермейтін білді. Тойынға қосты. Оң қапталға пас. Қазір көреміз бұл жақта. Розенский тамаша пас. Есеп өзгерді. 3-1. Есеп 3-1. Голдың авторы Кай Оливейра. Дубльдің авторы атанды Оливейра. Тамаша пас және Розенскийдің. Әрине, оның да еңбегін айтып өтуге тиіспіз. Өте жақсы пас беріп отыр Розенский. Қалай қазір, Ахмадиді қапы қалдырды. Розенский одан кейін пас берді орта. Борханов, құлақ қалды Борханов. Аяғын басып кетті ма білмейміз. Бірақ төрешілер ойын тоқтатқан жоқ. Өмірбаев. Жақсы пас. Қақпа бос. Розенский. Гол кіріп кетті ғой деме. Равшан Гусейнли жанталасты қазір көреміз. Розенский. Бір нәтижелі пас. Бір гол. Өте тамаша Лукас Розенский бүгінгі матчта. Бірінші шабуылда да негізі Розенскийдің еңбегі сіңгенін айттық. Бірінші нәтижелі шабуыл Ордабасы командасының. Қақпа көздеген сәтті өйткені Гусейнли допты қайтарды, кейін Оливейра гол соққан еді. Белев допты ойын Пиала. Байзақов. Жақсы тоқтатты Байзақов. Қақпаға соққан, әрине қазір қақпада. Қақпаш емес, Гусейнли емес. Сайрав тұр ғой. Байзақов сол аяқпен тамаша соққы жасап есепті өзгертті. Дәл қазір Сайранов емес, әрине ол жерде Равшан Гусейнли болса бұл допты ұстауы мүмкін еді. Бірақ Сайранов қайтара алмады. Қараңыздар, қалай әдемі тоқтат. Борхановты сан соқтырып кетті. Сол аяқпен. Кошкин артқа қарай пас. Сайранов. Ортаға пас. Кошкин. Тамаша соққы. Бұл шабуылдың нүктесі қойылды. Есеп айырмасын қайта қысқартты. Кошкин дубльдің авторы. Оливейра дубль жасса, міне Евгений Кошкинда. Қос голдың авторы атанып отыр. Тебе салды қақпаға. Бұл бос тұрған қақпаға кірген гол. Есеп 6-2.
Ойынның тағдыры шешіліп қойды негізі. Ойынның тағдыры шешілді деп айта беруге болады. Пиялы голдың авторы команда капитаны бос қақпаны дәл көздеді.